Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құрамы қолжетімді заттардан тұратын, үй жағдайында дәмді болып шығатын песочное печеньенің рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқа жарамыз, кейін қант қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары май қосамыз, оны да жақсылап араластырамыз. Кейін електен өткізілген ұн қосып, разрыхлитель, яғни қопсытқыш, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырдың біраз бөлігін алып, оны себе отырып, жұқа етіп 5-10 см көлемінде оқтаудың көмегімен жаямыз. Енді печеньеға арналған формалардың көмегімен бассаңыздар, болмаса өздеріңіз қалауларыңызға қарай кессеңіздер болады. Осылай барлығын кесіп алып, бір тарелкаға қантқа осылай аунатып, противенге орналастырамыз. Кейін қызып тұрған 180 градус пеште беті қызарғанша пісіреміз. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.